Наречияның жалпы бірнеше түрі бар. Алдымен наречияның өзін еске түсіріп алайық, иә? Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обычно обозначает признак действия, яғни іс-әрекетті білдіреді. Наречия отвечают на вопросы как, когда, где, куда, зачем, с какой целью, в какой степени. Наречие не изменяется. В предложении наречие чаще всего бывает обстоятельствами. Яғни өткен сабақта біз осыны толық өттік, иә? Енді осы наречияның бірнеше түрі бар, соған тоқталамыз. Указательное наречие, неопределенные наречия, вопросительные наречия, отрицательное наречие, иә? Указательный дегеніміз жалпы белгілі бір орынды нұсқап көрсетеді. Например, здесь, осында, там, анда, тут дегеніміз осында, иә? Жалпы белгілі бір орынды сілтеп көрсетеді. Здесь, там, тут. Неопределенное дегеніміз белгісіз. Где-то, бір жерде. Куда-то, кое-где. Түсінікті ғой, иә? Жалпы белгісіз қай жерде, нақты жерін айтпайды. Түсінікті ғой, иә? Вопросительно сұрайды, иә? Где, куда, когда. Отрицательное, бұл да неопределенныйға ұқсас, иә? Например, нигде, еш жерде, никуда, ешқайда, никогда, ешқашан. Түсінікті ғой, иә? Яғни наречияның төрт түрі бар: указательное, неопределенное, вопросительное, отрицательное. Осыны жаттап аламыз. Келесі. Как образуются степени сравнения наречий? Сравнение дегеніміз салыстыру, яғни бір нәрсе екінші заттан қарағанда әлдеқайда көп, немесе әдемі, немесе мықты, иә? Степень сравненияның екі түрі бар: сравнительная және превосходная. Сравнительныйның өзі екіге бөлінеді, яғни жасалу жолы жай түрі және күрделі түрі, иә? Жай түріне мынандай жұрнақтары арқылы жасалады. Бірінші ш, иә? Осындай суффикс арқылы жасалады. Қазақ тілінде жұрнақ. Мысалы, быстро, быстрее, тез, тезірек, иә? Екі еселеп айту. Круто, круче, тонко, тоньше, иә? Енді составная. Бұл күрделірек түрі, иә? С помощью слов более немесе менее деген сөздер арқылы жасалады. Мысалы, громко деген сөзді алсақ, иә? Оны еселеп айту керек. Более громко, менее громко, иә? Енді екінші түрі превосходная, составная, иә? Яғни күрделі жолы жасалу. Бірінші, сравнительная степень наречия плюс местоимение всех деген сөз қолданылады, немесе всего. Например, высоко деген сөзді алсақ, выше всех, иә? Бәрінен де биік, иә? Ал екінші түрі с помощью слов наиболее, наименее. Удачно деген сөзді алсақ, наиболее удачно или наименее удачно деген сөздер. Жалпы сравнительная степень наречия, я сравнение деген салыстыру. Яғни бір сөзді екінші сөзден қарағанда әлдеқайда еселеп айтуды білдіреді. Енді сендерге кітаптан тапсырма, яғни 17-ші бетте упражнение номер 4, иә, тапсырма. Бұл жерде сендерге сөйлемдер берілген және де мына жерде ерекшеленіп жазулы тұрған наречиялар дайын тұр, иә? Осы наречиялардың астын сызамыз, және біз айттық, және наречие төртке бөлінеді, иә? Указательный, неопределенный, вопросительный, отрицательный бұл бөлінеді. Осылардың астын сызып, иә, төбесіне қайсына жататын жазамыз, иә? Дәптерге бірінші көшіріп аламыз, астарын сызамыз, сосын үстіне именно қайсына жататын наречиенің қай түрі екенін төбелеріне жазып шығамыз, сөйтіп маған жібереміз.